Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 7-ші урокқа келдік. Такие разные птицы. Бүгінгі тақырыбымыз құстар туралы болмақ. Упражнение первое. Мына жерде жұмбақ берілген, соның жауабын табуымыз керек. Из яйца я родилась, в перышках пушистая, подросла и поднялась, в небе синее чистое. Два крыла и клюв стучит, угадали? Это птица. Птица. Енді мына жерде бізде сөздер берілген. Перышко, пушистая, птица, небо, крыло, родилась, клюв, гнездо деген. Осы сөздердің қайсысы кто деген, что деген сұрақтарға жауап береді. Яғни не деген сұраққа қай сөз жауап береді. Перышко, қанат. Что? Перышко. Дұрыс, осы сөз жазамыз. Пушистая, жұмсақ. Қандай? Бұл болмайды. Что деген, не деген сұраққа жауап бермейді. Птица. Что? Птица. Что? Небо, аспан. Что? Крыло, қанат. Иә, бұл да. Не ол қанат. Родилась, туылды. Не істеді? Что емес? Клюв, тұмсық. Иә, что? Гнездо. Что? Гнездо. Не гнездо. Иә. Осы сөздерді көшіріп жазамыз. Упражнение второе. Мына жерде берген мәтінді оқып, ішінде берген факттарды миымызға сақтайық. Птицы – это теплокровные животные, которые появляются из яиц. Құстар жұмыртқадан пайда болады. Все птицы имеют перья, клюв, крылья. Барлық құстар тұмсығы, олардың жапырақтары деп болады. Тұмсығы, қанаттары болады. Они летают, добывают пищу, высиживают яйца, выращивают птенцов. Олар ұшады, тамағын тауып жейді, жұмыртқалайды, және балапандарын басып шығарады дейді. Осенью многие птицы улетают в теплые края. Күздің кезінде көп құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Другие птицы остаются зимовать. Басқа құстар, олар өзінің елді мекенінде қыста қалады, қыстайды. Птицы бывают разные по величине. Құстар формасына қарай әртүрлі болады. Яғни үлкен құстар болады, және кішкентай құс. Мына колибри деген құсы самая маленькая птица. Өте әлемдегі ең кішкентай құс. Оның бар ұзындығы 6 сантиметр. Осыны немен өлшеп көріңіздерші балалар. Қандай болуы мүмкін? Бар ұзындығы 6 сантиметр. Салмағы 2 ғана грамм. Өте кішкентай құс. Ал әлемдегі ең үлкен құс бұл африкалық страус. Оның ұзындығы 2 метр 74 сантиметр. Бір үйдің биіктігімен бірдей. Солай ма? Сіздер өзіңіздің бөлмеңіздің ұзындығын, биіктігін өлшеңізші. Сіздің үйіңіздің ұзындығымен бірдей құс бұл. Страус құсы. Енді мына жерде бізген мәтіннен выпиши из текста слова о действиях птиц. Укажи время слов действий. Мына жерде сөздерден біз құстардың қимылын, слова действия, етістікті табуымыз керек, және солардың шағын табуымыз керек. Қазақ тілінде оны шақ, орыс тілінде время. Бірінші табайық. Қандай слова действия, іс-қимылды құстардың. Құстар міне летают, добывают, высиживают, выращивают. Міне. Летают, добывают, высиживают, выращивают деген сөздер. Сосын улетают, остаются. Яғни құстардың іс-қимылын көрсетіп тұрған сөздер. Не істеді, что делают, что сделать, что будет делать деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Ал енді мен сіздерге не туралы айтайын. Слова укажи время дейді. Время дегеніміз бізде қазақ тілінде шақтарды айтамыз. Яғни орыс тілінде настоящее время, осы шақ, будущее время, келер шақ, прошедшее время, өткен шақ. Яғни настоящее время тап осы моментте болып жатыр. В настоящем времени, дәл осы моментте. А будущее время
в будущем, яғни енді болатын жағдайлар, в будущее время уақытында, иә. Прошедшее время өтіп кеткен. Біздің қазақ тілінде де бар ғой. Солардың бұл орысша понятиясы, орысша түсінігі. Жаттап алайық. Настоящее время осы шақ, будущее время келер шақ, прошедшее время өткен шақ. Енді летают, добывают, высиживают, выращивают деген бұл қандай шаққа жатады? Меніңше бұлардың барлығы будущее времяға жатады деп ойлаймын. Улетают, остаются, яғни қалады, жұмыртқалайды, ұшады деген меніңше будущее времяға келіп тұр деп ойлаймын. Сіздер не ойлайсыздар, балалар? Біз ары қарай кеттік. Упражнение 3. Упражнение 3. Беркут – это самая большая и гордая птица. Бүркіт өте үлкен құс. У него зоркий глаз и острые когти. Оның көзі өте жақсы көреді, және тырнақтары өткір. Беркут очень хороший охотник. Беркут өте мықты аңшы. Беркут занесен в красную книгу. Бүркітті қызыл кітапқа енгізген, яғни ол азайып бара жатқан құстардың қатарына жатады. Беркутов надо беречь. Бүркіттерді қорғауымыз қажет. На государственном флаге Республики Казахстан изображен золотой беркут как символ свободы и независимости. Қазақстан Республикасының туында бүркіт белгіленген. Ол біздің еркіндігімізді көрсетеді. Енді балалар, мына жерде қарамен жазылған сөзден ішінде согласные звуки, яғни қазақ тілінде дауыссыз дыбыстарды жазып шығайық. Жазбаймыз, көрсетеміз. Міне, согласный, согласный звук, согласный звук, согласный звук, С согласный, В согласный, Б согласный, буква Д согласный, буква Н согласный, буква З, В, С, М, С, Т. Осылар согласные буквы. Қазақ тілінде ол дауыссыз дыбыстар. Догадайся. Упражнение 4. Какие буквы убежали из слов? Қандай әріптер мына сөздерден қашып кетті? Олар нені білдіреді? Яғни мына жерде бізде сөздер берілген, кейбір әріптерін тастап кеткен. Жазып шығайық. Мына жерде меніңше птица, и әрпі, беркут, флаг, фу, да? Свобода. Мына жерде осы әріптерді тастап кеткен, орнына қойып шықтық. Сөздерді көшіріп дәптерімізге жазамыз. Енді мына жерде тағы да бір мәтін берілген. Запиши полученные слова, подчеркни буквы гласных звуков. Енді бізге мына берілген сөздерден гласные звуки – это қазақ тілінде дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстарды асын сызып шығайық, балалар. Буква И, буква А, буква Е, буква У, буква А здесь, буква О. Осыны жазамыз. Енді балалар, жаңа мен айтып кеттім, иә? Ты уже знаешь, что звуки бывают гласные и согласные. Сен есіңе түсті ме? Әріптер дауысты, гласный, и согласный, дауыссыз. Гласные называются так, потому что произносятся только с помощью голоса. Гласные деп аталады, өйткені дауыс арқылы айтамыз. О, А деп. Ал согласные произносятся с помощью голоса и шума. С, Т, шум арқылы. П деп шулау арқылы. Әріп дауыс және шу арқылы айтылады. Сондықтан бұл согласные. Ары қарай кеттік. Упражнение 5. Упражнение 5. Тыңда, послушай. Мальчик осенью хотел разорить гнездо ласточки. Бала күздің күні
Қарлығаштың ұясын бұзғысы келді. Не разоряй гнездо. Весной ласточки прилетят и будут искать свой домик, сказал отец мальчику. Ол ұяны бұзбашы, олар көктемде келіп, өзінің ұясын іздейді, деді әкесі баласына. Мальчик послушался отца. Бала әкесінің айтқанын тыңдады. И вот весной прилетели 2 ласточки к своему гнезду. Көктемнің бір күнінде екі қарлығаш өзінің ұясын іздеп келді. Они поправили свое гнездочко, и скоро в нем появились маленькие птенцы. Олар өзінің ұясын шамалы жөндеп жіберді де, шамалыдан соң бұл ұяда кішкентай балапандар пайда болды. Мальчику очень нравилось наблюдать за веселыми птичками. Балаға кішкентай балапандарды қараған өте ұнайтын. Он был очень рад, что не разорил гнездочко. Ол өзінің осы ұяларды бұзбағанына өте қуанды. Однажды папа рассказал сыну о том, что ласточки всегда находят дорогу к своему гнезду, пролетая 1000 километров. Бір күні әкесі оған қарлығаштардың қанша километр ұшса да өзінің ұясын тауып келетіндігі туралы мәліметті айтты. Енді мына жерде берілген сұрақтар бойынша жауап жазайық. О чем этот текст? Озаглавь его. Мына мәтін не туралы? Бұған тақырып қояйық. Мен бұған тақырыпты гнездо ласточки деп қояр едім. Мен жазып қойдым. Гнездо ласточка, яғни қарлығаштың ұясы деген. Мына жерде сұрақтар берілген 3 сұрақ, жауаптарымен солардың табуымыз қажет. Что мальчик хотел сделать осенью? Бала күздің күні не істегісі келіп еді? Әрине, он хотел разорить гнездо ласточки. Чему был рад мальчик? Бұзбағаны қуанды. Что не разорил гнездышко? Что самое удивительное в поведении ласточек? Олардың қандай мықты өздерінің қасиеті бар? Олар ласточки всегда находят дорогу к своим гнездам. Олар өзінің ұяларын қанша ұшса да тауып алатындығы туралы мәлімет. Осы сұрақтар мына мәтіннің ішінде бар. Балдар, сұрақты іздеген кезде, мына жердегі мысалы сұрақтың өзінде жауапқа байланысты сөздер бар. Сол арқылы тапсаңыздар болады, егер оның қазақшасын түсінбесеңіздер. Мальчик хотел делать осенью деген сияқты мына жерде қарасаңыздар. Мальчик осенью хотел разорить гнездо ласточки. Мектада жауабында бар. Разорить гнездо ласточки. Сол сияқты басқа сұрақтарды да іздеп үйренейік балар. Ары қарай кеттік. Упражнение 6. Дополни предложение. Вставь пропущенные слова в предложениях. На какие вопросы отвечают вставленные слова? Мына жерде мәтінде сөздер тастап кеткен. Сол сөздердің орнына бағанағы мәтінге қарап жазуымыз керек. Мен мына жерге жазып қойдым. Весной ласточки опять прилетят. Ласточки поправили свое гнездо. Скоро в нем появились маленькие птенцы. Ласточки всегда находят дорогу к своему гнезду. Бұл мәтінге қарап жаздық. Енді мына жерде мына тастап кеткен сөздер қандай сұраққа жауап береді? Ласточки, қарлығаштар. Қандай сұрақ қоямыз? Кто? Гнездо. Я. Что? Птенцы. Кто? Балапандар. Гнездо. Что деген сұраққа жауап береді. Бұлардың барлығы слова, предмет, яғни имя существительное. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, оқушылар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер менің сабағым ұнаған болса, маған комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Подписаться етіңіздер. Сау болыңыздар.